Сәлеметсіздер ме балалар, бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ілік септік. Сабақтың мақсаты мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Оқушылар, сабағымызды мына өлең жолдарымен бастайық. Шырылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Жақсы білім алуға алға қадам бастаймыз. Оң жақтағы көршіге, сол жақтағы көршіге қайырлы таң дейміз, содан кейін баршаға сәттілік біз тілейміз. Оқушылар, үйге берген тапсырма атау септігі. Атау септігі дегеніміз не? Атау септігінің сұрақтары қандай? Мысал келтіріп кетіңдер. Ілік септігінің ережесі. Ілік септігіндегі зат есімдер кімнің, ненің, кімдердің, нелердің деген сұрақтарға жауап береді. Ілік септігі атау септіктегі сөзге нын, нін, дын, дін, тын, тін жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды ілік септігі жалғаулары деп атайды. Оқушылар, оқулықта 20 беттегі 36 жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Бұл сөздердегі қосымша қай септіктің жалғау екенін айт. Оқушылар, 37 жаттығуға назар аударайық. Сөйлемді көшіріп жаз. Ілік септігіндегі сөздерді тап. Олардың сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергі балайық. Орнымыздан тұрайық, алақанды соғайық. Оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып, бір отырып, бір тұрып, орнымызды табайық. 38 жаттығуға назар аударайық. Берілген сөздер ілік септігінде тұратындай етіп 3 сөйлем құрастыр. 39 жаттығу. Сөздерге жалғауларды қосу арқылы ілік септігіндегі сөз жаса. Оқушылар, алдарына смайликтер берілген. Жасыл түсті алма барлығы түсіндім, сары түсті енді түсініп келемін, қызыл түсті түсінбедім деген оқушылар тақтадағы алма ағашына барып ілесіздер. Оқушылар, үйге тапсырма 21 беттегі сызба. Сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелдей білуге үйрен.